Ассалаумағалейкум оқырмандарым. Бүгін француз десерті мадленді дайындаймыз. Қажет заттар экранда көрсетілген. Көп затты қажет етпейді. Алдымен жұмыртқаны ыдысымызға салып, оған қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, мен кәдімгі венчикпен араластыра беремін. Жақсылап араластырғаннан кейін кез келген цитрус жемісінің цедрасын қосамыз. Лимон, мандарин, апельсин кез келгені болады. Одан кейін ұнымызға қопсытқышты қосып, біртіндеп салып араластырып, массамызды қоюлата түсеміз. Бұл жерде жақсылап араластыру қажет, себебі ұннан кесектер қалып қою мүмкін. Жақсылап араластырамыз. Кейін осы массамызға үй температурасында толықтай ерітілмеген жұмсақ маргарин майын қосамыз. Маргарин майымыздың үлесі 60%-дан жоғары болғаны абзал. Жақсылап араластырамыз. Қоймалжың қаймақ тәріздес болады, және осы массамызды мадлен пісіретін арнайы силиконды немесе темір формамызға құйып шығамыз. Мен шамамен бір үлкен қасық шамасында құямын, кейде 1,5 қасық болады. Енді ол сіздің формаңызға байланысты. Формаға біркелкі етіп құйғаннан кейін ақырын үстелдің үстінде ұрғылап, кішкене ауасын шығарамыз. Одан кейін 180 градуста ысып тұрған пешімізде 25 минут шамасында пісіреміз. Пешіңізге байланысты уақыт өзгеру мүмкін. Дайын болған мадлендерді алып, формадан суытып қоямыз. Ал формамызды жуып, құрғатып, оған ерітілген шоколадты құямыз. Қалауыңызша ақ және қоңыр шоколадты араластыруларыңызға болады. Сүтті шоколад немесе ащы шоколадты да қолдансаңыздар болады. Бұл жерде өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Темперировать етсеңіз тіптен жақсы. Мен сүтті және ақ шоколадтарды қолдандым. Әрқайсысын жеке-жеке қойдым. Фантазияңызға байланысты екеуін араластырсаңыздар да болады. Әдемі бейне шығады. Енді осылай силикон формасына шоколадтарды қойып, оның үстіне мадлендерді қойып шығамыз. Мұздатқышқа тезірек қату үшін 10 минутқа қойсаңыз жеткілікті. Формадан оңай әрі тез алынады. Ұнаса рецепт лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Өте дәмді әрі тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз.